Бүгінде Қазақстан ел экономикасы дамуының даңғыл жолын таңдады. Өндіріс саласы өркендеп, жаңа бағыт-бағдар алды. Алдын ала бірнеше жылдың жоспары жасалып, тың жобалар жолға қойылды. Осының арқасында ел өңірлерінде сан алуан жаңа кәсіпорындар пайда болды. Жалпы Жамбыл облысы географиялық орналасуы мен ресурстары және өнеркәсіпте ерекшелігіне қарай инвесторлар үшін тиімді өңір. Биылғы жылы Әулиеата жеріндегі кәсіпорындар 216 миллиардқа жуық теңгенің өнімін өндірген. Бұл толайым табыстарға жетуге күш салған кәсіпкерлер жылдағы көрсеткіште недәуір тәуір нәтиже көрсетіп отыр. Мәселен, фармацевтикалық өнімдер мен металлургия саласындағы өнеркәсіп және резеңке пластмасса шығаруда 1,2%, ал металл емес минералдық өнімдерді өндіру 2,9%-ға өскен. Өңірдегі өнеркәсіп саласына тың серпін берген индустриалды инновациялық даму бағдарламасы. Бұл жоба тек Әулиеата жеріне емес, жалпы отандық өнімнің қарыштап дамуына дем берді. Оған ел өңірлеріндегі бүгінгі нәтижелі көрсеткіштер дәлел. Мәселен, Жамбыл облысында бағдарлама қабылданғалы бері жалпы құны 123,3 миллиард теңгені құрайтын 33 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Ал бұл өндіріс орындары соңғы 4 жылдың ішінде 141,5 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, өнеркәсіп өнімі көлеміндегі үлес 18,4%-ды құрады. Осының арқасында өңірде 5 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Биылдың өзінде 6 жоба 36 миллиард теңгеге жасалынып, бірінші жартыжылдықта 3 біздің жоба іске қосылды. Жобалардың арасында бізде Еврохим удобрение деген 2 миллиард долларға өзінің инвестициясын тартып отыр. Сол жұмыстар қазір басталып кетті. Завод 2016 жылы толығымен соғылып, 2018 жылы уже жұмыс істей бастайды. Жұмысын сәтті бастап, табысты жұмыс істеп тұрған 33 жобаның бірі құрылыс полимер өндіріс орны. Мұнда құрылысқа және ауыл шаруашылығы саласына қажетті полиэтиленді жабындар шығарылады. Кәсіпорынның жылдық қуаты 12 миллион текше метр өнім. Биыл бұл көрсеткішті тағы еселемек. Оған өндіріске қажетті шикізаттың өзімізде өндіріле бастауы үлкен демеу болуда. Әлібек Жаманбалаев завод іске қосылғаннан бері осында еңбек етіп келеді. Полимерлік құрылыс бұйымдарын шығаратын өндіріс орны 5 қаруы сай жабдықталғанмен оператордың қадағалауынсыз жүрмейді. Әлібек ұршықтағы жіптің үзіліп кетпеуін тексеріп тұрады. Осы заводқа істеп жүргеніме 2 жыл болды. Оператормын. Жалақымыз жақсы. Осы заводта 120-дай адам істейді. Біз осы жіпті өндеп, келесі сетқа беріп, ол жақтан өндеп, сетқа шығарады. 2013 жылы іске қосылған серіктестік өнімнің 22 түрін шығарады. Құрал жабдықтың барлығы заманауи, тауар жаңа технологиямен дайындалады. Полимер құрылыс бұйымдары салынып жатқан Батыс-Қытай, Батыс Еуропа күре жолының құрылысына да пайдаланылуда. Жылыжайларға қажетті жабындар да осындағы өндіріске тиесілі. Отандық өндірістің өркендеуіне мемлекеттік қолдаудың көмегі көптеп тиіп отыр дейді серіктестік ұжымы. Қазір кәсіпорынға білікті мамандар қажет. Зауыт жетекшілігі өндіріске қажетті кадрлардың қатарын толықтыру үшін жоғарғы оқу орындарымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Мемлекет тарапынан өте үлкен көмек көрсетуде. Елбасымыздың саясатының арқасында, облыс басшылығының арқасында қазіргі таңда осы завод құрылғалы Қазақстан бизнес жол картасы 2020 аясында субсидия жасалуда. Химия өнеркәсібі экономиканың қозғаушы күші. Өңірде бұл салаға мықтап ден қойылған. Жамбыл облысының жер қойнауында еліміздегі фосфорит қорының 90%, ал кварциттің 65% және өзге де көптеген пайдалы қазбалар бар. Осы жайтты ескере отырып, елбасы тапсырмасымен облыс аумағында Тараз химиялық паркі арнайы экономикалық аймағын құру қабылданған. Қазір 9 жолдың торабында орналасқан Шу ауданында осы жобаны жүзеге асыру үшін қажетті инфрақұрылым тартылып, зауыттарды орналастыруға қызу дайындық жүріп жатыр. Келешекте мұнда кем дегенде 16 зауыт бой көтереді. Алғашқылардың бірі болып зауыт салатын Химплюс компаниясының өзі каустикалық сода, глифосат, үшхлорлы фосфор шығарады деп күтілуде. Ал қалған 2 инвестор ауыл шаруашылығына қажетті тыңайтқыштар мен метанол өнімдерін өндірмек. Біздің арнайы экономикалық аймаққа шетел жаңағы бизнесмендердің де, біздің Қазақстанның да қызыққан бизнесмендер көп. Бүгінгі таңда 3 участник регистрацияда тұр біздің арнайы экономикалық аймақта. Қазіргі күнде Химплюс деген жаңа инвестор участнигіміз, олардың жаңағы жері бөлінді, олар жерлерін қабылдады. Жамбыл облысы аймақтар ішінде жасыл экономиканы ілгерілетуге үлес қосып отырған іргелі өңір. Облыста қазіргі уақытта баламалы энергия көздері арқылы қуаттылығы 76 мегаватты құрайтын 7 нысан тұрақты жұмыс істеп тұр. Жол аудандағы бурный солар жобасы солардың бірі. Бұл жылдық қуаттылығы 50 мегаваттық күн электр станциясы. Жалпы құны 23,2 миллиард теңге. Электр қуатын күн сәулесінен энергия алатын 192 мың арнайы тақтайшалар өндіреді. Инвесторлар бұл станцияны кеңейтпек ниетте.
Да, мы планируем. Станция қазір толық қуатта жұмыс істеп тұр. Биыл 37 миллион киловатт электр энергиясын өндірдік. Келесі жылы бұл көрсеткішті 72 миллион киловаттқа дейін еселемекпіз. Ол үшін тағы 150 гектар жерге 50 мегаваттық станция саламыз. Жоспар жүзеге асса электр энергиясымен 50 мың үйді қамтамасыз етуге болады. Ал жұмысқа жергілікті тұрғындар тартылған. Бастапқы жобада 20 адам еңбек етіп жүр. Облыста индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығында жалпы құны 581,4 миллиард теңгені құрайтын 27 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Ал оның шеңберінде 6000-ға жуық тұрақты жаңа жұмыс орындары ашылады деп жоспарлануда. Олар құрылыс индустриясы, металлургия, агроөнеркәсіп кешеніндегі өңдеу саласындағы бір қатар жобалар. Қорыта айтқанда, Жамбыл өңірі болашақта ел дамуы жолындағы игістерді еселей бермек ниетте. Мұнда қазірдің өзінде табысты жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар жетерлік. Осылайша аймақ отандық өнімнің өрісін кеңейтіп, өркендетуге септігін тигізіп келеді.